Бәріңе сәлем достар, сіздермен мен Райс немесе Ерсұлтан Елөнімова, және де бүгін бізде өте бір жақсы видео. Бүгін менде дайын шапка және де оны қалай қолдану керек туралы айтамын. Мысалы, лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Ал біз бастаймыз. Достар, міне біз программаның өзіндеміз, то есть фотошопта файл PSD форматталады, оны спокойно ашылады, то есть осы файлдармен бүкілмен ашылады. Ссылкасы, если что, төменде Яндекс.Дискқа салып қоямын. Бұл жаққа кіргенде алдарыңызда осында экран шығады. Экран дегенде бір изображение. Тек қана YouTube шапканың ортасын ғана оқиды, міне бір осындай линия тұр. Текстті өшіріп тастауыңыз болады спокойно. Так. Не істеуге болады мына жерде? Мына жерде өзіңіздің 3D текстіңізге салуға болады, әртүрлі нәрселер жасауларыңыз болады. Және де артынан даже картинка қоюға болады. Және картинка қоюды үйретейін. Так, любой бір картинка алайық мына жерден. Так, например, міне мынандай бір суретті ала салайық. Міне осы суретті. Так, мына суретті енді біз мына жаққа келуіміз керек. Енді осы суретті әртүрлі жағынан созып, өзіңіздің бір неңізге келуіңіз. Любой бір нені аласызға өзіңізге ұнаған бір суретті. Так, например, оны өзгертуге болады. Оған фильтр қосып жіберейік, размытие. А то что-то не очень по гаусу. Примерно осындай бір размытие болады. Спокойно. Тағы айтам, шапканың бір айтқанда шаблоны төменде болады. Және де мұнда бір айтқанда әртүрлі кейстер бар, бірақ ол кейстер дұрыс көрінбейді. Кейстердің түсін өзгертуге болады. Давай. Ctrl-U. Байқалмай, аздап өзгеріп жатыр. Оны өздеріңіз тестировать етіп көресіңдер. Так что, дайын шапка ссылка төменде. Және де бұл видеода бесілік жиналса, мен 3D бір айтқанда текстің дайын ссылкасын берем сенің өтір. Сондықтан достар, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз, лайк басып, ал сіздермен болған достар, мен Райс немесе Ерсұлтан Елөнімова. Бәріңе пока. It's just an